Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса, айрылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екенінің тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдасынан ерте айырылған екі қызын жалғыз өз бағып қақты. Сумажал жан досты бұл өмірде не ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай, бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қыз да жоғарғы білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да, үнемі жүздерін мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаулыдан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашат та жүреді. Бойларын үрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргенде өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына байындап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефоны өшірілді. Айсара әпкесінің таныстарының бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткен тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңлісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тапжылмай қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай үйде алғаш рет көруі. Үсті басы жұлма-жұлма шыққан. Құдды бір орманда адасып, шибөрлермен шайқасқандай. Ентігін баса алмай әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп, анасын құшақтап еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, мінем су ішіп алшы, саған не болған? Анашым деп әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болған сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауыңды доғар, дереу жинал. Полицияға барып ар жазамыз. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білген бе едіңіз? Нені білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, иә? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың, бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге? Не үшін? Сізді қимаймын. Біз кетсек, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіңе келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мен жалғыз емеспін. Жанымда бауырларым, әкеңнің туысқандары бар. Екі балам көбейіп төртеу болады емес пе? Біз сізге қарыздармыз, осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлуім керек пе? Мүмкін сонда екеуің де тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым, олай демеңізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көрем. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын. Ең бастысы заман болыңызшы. Бірінші бақ, екінші сорбақ. Ақ босаға аттап, ақ орамал жабылған соң сол жерде қалуың керек еді. Ендігі жағдайың не болар екен? Анам амал жоқ бізді жалғыз тастап жұмысқа кетті. Ақша табу керек. Ішерге ас, киерге киім табу керек. Әкемнен алимент те өндіре алмайды. Тоқал болып деген аты болмаса, әйелімен ажыраспаған. ЗАГС те жоқ. Мүмкін Алла тағаланың сынағы болар. Бірақ мұнша сынаққа ілінердей өткен өмірімізде жаманда жасап қойдық па деп қынжылатын кездер болады. Неде болса бәрін уақыт емдер.
Әжемнің егіп кеткен егістігінен қызанақ, қияр алып, картоп сәбіздерімен анамыз келерде жақсылап тамақ жасап қоятынбыз. Анам мәз болып, қыздарым өсіп қалыпты ғой, ақылларым деп мақтап отыратын. Иә, үйде жалғыз болған соң барлығына да үйреністік. Тірлікке де, тамаққа да пысық болдық. Әжемнің үйретіп кеткен мәзірлерін кезек-кезек жасап жүрдік. Мен момын әрі тым ашық едім. Барлығымен тез тіл табысып кететінмін. Бірақ кейбір қырсық мінездерім бар. Ал сіңлім болса тірлікке менен бетер пысық. Өте кірпияз әрі қыңыр болды. Екеуміз мүлде бөлек адам болдық. Түріміз ұқсағанымен жанымыз бөлек адамбыз. Арада 6 ай уақыт өтті. Барлық жақсы болып келеді. Анам біраз ақша жинап, бұл жерден жақын арада көшіп, жаңа өмір бастаймыз деді. Сіңлім екеуміз бұл жаңалыққа қатты қуандық. Басқа жерге барып, жаңа ортада, жаңа адамдармен танысып, жаңа өмір сүреміз. Бұл біз үшін үлкен бақыт болды. Алайда бір күндері арманымыздың күл талқаны шығарын кім білген. Анам түнгі ауысымға түсіп, үйде сіңлім екеуміз қалдық. Күндегідей өзімізге азын-аулақ кешкі ас жасап, тамақтанып алдық та ұйқыға жаттық. Түн ортасында есікті біреу қақты. Алдымен анам келген шығар деп атып тұрып есікке ұмтылдық. Бірақ есіктің арғы бетіндегі ашыңдар деген ер адамның дауысын естіп, қорқып кеттік. Бір-бірімізге қарап жалтақтап тұрмыз. Әлгі адам есікті ұруын тоқтатар емес. Жарықтың жағулы тұрғанын көріп, терезеден де тоқылдата бастады. Сіңлім жарықты өшіріп қойды. Тынышталғандай болды. Сіңлім екеуміз есіктің аузында отырмыз. Қалғып кетіп, айқай-шудан шошып ояндым. Сіңлім ұйықтап жатыр екен. Таң атып, күн шыққалы жатыр. Анамның келетін уақыты болған. Бірақ сыртта біреулер айқайға басып жатыр. Терезеден жаймен деп қарағанында анам біреумен ұрсып жатыр екен. Одан соң терезеге келіп, қызым есікті аша қойшы деді. Қорыққаннан денем дірілдеп есікті әрең аштым. Сіңлім оянып кетіп, неге ашасың деген сол еді, анам артынша әлгі кісі кіріп келді. Сөйтсек ол кісі біздің туған әкеміз екен. Міне осы күннен бастап біздің үйде тыныштық жоқ. Сіңлім екеуміздің есімізде әкеміздің бет бейнесі мүлдем қалмаған. Сондықтан оны әзер таныдық. Жанымызда бір аптада бір күн ғана жүрген адам қалай есімізге қалсын. Оны қуып шыққым келді, бірақ түріне қарап аяп кеттім. Ол өлердей мас болды. Кіріп ұйықтап жатқанда анам бізге болған жағдайдың барлығын айтып берді. Бұл кісі үшін анама да әкеме де өкпелімін. Себебі олар өздерін ғана ойлады. Енді әкемнің не себепті қайтып келгенін сұраған едік. Ол тағы да басқа елдермен жүріп, әйелі оны дымын қалдырмай қуып шығыпты. Солай бизнесмен әкеміз бейшараға айналды. Әкем оянып тамақ сұрады. Амал жоқ, тамағын істеп бердік. Киімдерін де жуып бердік. Кешкісін анаммен ұрсып сыртқа шығып кетті. Анам жылап отыр. Жанына барсақ бізге де ештеңе айтар емес. Ертесіне таң ата үйге келді. Енді ішпейтін шығар деп ойлаған әкеміз анамның ақшасын тартып алып кетті. Соның барлығын ішіп, енді удай мас болып тағы да жатыр. Анамның неше күннен бері көңіл күйі жоқ. Бізге бірдеңе істеп қояр деп жұмысқа да бармады. Біздің де оқуға бармағанымызға неше күн болды. Қаншама күндер өтті. Бірде-бір күніміз тыныш өтпеді. Ұйқысыз, тамақсыз біз неше күн жүрміз. Әкемнің мүлде бізде жұмыс жоқ. Келесіде анама тиісіп, ұрып тепкілеп жатады. Оған біз қорқып, бір бұрышта қорқып тығылып отырамыз. Әкемді тоқтатуға шамамыз жетпейді. Себебі ол денелі еді. Анамның жинап жүрген ақшасының бәрін араққа жұмсаған әкемнің дымы қалмады. Ақыр соңында үйде тұрмайтын болды. Анам болса күніге көз жасын көл қылып жылап отырды. Сіңлім екеуміз не істерімізді білмедік. Осылай жүргенімізде уақыттың қалай өтіп жатқанын да байқамаппыз. Оқу жайына қалды. Анам жынды болуға айналды. Әкеміз үйдің бетін көрмегелі қай заман. Анам бір күні үйден шығып кетті. Кеш болып қалған. Сіңлім екеуміз оны уайымдап отырмыз. Кешкі 10, 11, 12 біраз уақыт өтті. Көзіле алмадық. Ақыры анам келмеді. Үйде тамақ та жоқ, көшеге шығуға қорқамыз. Не істеу керегін білмеймін. Алдыда не боларын Құдай білсін. Аштан осылай өліп кетер ме екенбіз. Таң атып қалды. Есік ашылды. Шығуға қорқып тұрмын. Сіңлім ұйықтап жатыр. Жайлап есік жаққа бардым. Әкем болса айқайлап кіруші еді. Сығалап қарасам, ілініп, салынып, анам кіріп келе жатыр. Түрден түр жоқ. Тура бір түнмен жер жыртып келген сияқты. Анамның мұндай түрін көрмегенмен шошып кеттім. Үстіндегі киімі алба-жұлба болып кеткен. Бардым да сіңлімнің қасына жата қалдым. Басқа шарам жоқ.
Анамның түрін көрмек түгілі қасына бару қорқынышты. Келіп көрпені бүркеніп жатырмын. Анамның жайлап жанымызға келе жатқаны байқалды. Денем дірілдеп кетті. Өмірімде бірінші рет анамнан қорқып жатырмын. Жанымызға келді де құшақтап алды. Жандарым менің деді. Күрмеген тілімен. Аузынан арақтың иісі қатты шықты. Енді түсінікті болды. Соншама іше берудің не қажеті бар осы? Арақ осы неге адамдар тартады екен, не құдіреті бар өзінің? Көп ойландым. Бір жағы мына арақтың иісі жеркендіріп барады. Алайда өз анам ғой. Біраз шыдайын солай мен де анамда ұйықтап қалыппыз. Таң атты. Сіңлім оянып, анам келіпті ғой. Тыныштал деп оны басып, ұйықтай берсін дедім. Анамның жүдеп 3-4 сағаттың ішінде әбіржіп кеткен сіңлімде байқап отырып, көзінен жас шығып кетті. Оған қосылып мен де жыладым. Анам болса түк білместен ұйықтап жатыр. Анамның бұл жүрісі ұзаққа созылды. Әкемнің ішуі былай тұрсын, енді анамызды да таппай жоқ қалып жүрдік. Жан-жақтағы адамдар бізге жанашырлықпен қарайтын болды. Маған бұл көзқарас ұнамады. Себебі бізді тірі жейтін дейтіндер көбейді. Кейбіреулер тіпті әкесі қарамаған, шешесі жаламаған деп келмештеп кететін болды. Мұндай сұмдықты іште сақтап әрең жүрмін. Тіпті Құдай ғана алайтында болдым. Бұл жайсыз жаңалық нағаш әжемнің құлағына жетті. Түңіліп үлгермедік те әжем кешкісін үйге жетті. Біздің жайымызды көріп жылап жіберді. Тезірек айналаны реттеп, дүкеннен азық-түлік әкеліп, жақсылап тамақ жасап берді. Әжемнің келгеніне сіңілім екеуміз қатты қуандық. Тамақтанып алып, көңіліміз жайланып, кешкісін әжеміздің ертегісін тыңдап, қорқынышты уайымсыз ұйықтадық. Анамның жоқ болғанына 2 аптадан асты. Әжем біздің жанымызда. Әжемнің айтуы бойынша келіні мен баласы оның зейнетақы үшін ғана және балаларын қарау үшін отырғызып қояды екен. Бір айдағы зейнетақысын бермей қойған екен. Келін айқай шығарып, ол жақта да біраз жанжал болыпты. Барлығы тынышталды ма дегенде, ұзын құлақтар қызың алқаш дегенді жеткізді. Одан балама да, келініме де қарамай, сендерге жеттім. Әлі кішкентайсыңдар ғой, жағдайлар не болып жатыр екен деп уайымдап келдім. Мен ойлағаннан да бетер екен. Сендерді көріп шошып кеттім, деді әжем қанжылып. Әжем күнде есіктің алдында отырып, көшеге шығып анамды күтіп жүр. Біз де оны уайымдап жүрміз, сағынып та жүрміз. Бізге керек кезінде әжем қасымызда болды. Құдай біздің қиналғанымызды көріп шыдамағанда болар. Әжемді бізге көмекке жіберді. Кеш болып қалды. Әжем үшеуміз кешкі асымызды ішіп, біраз әңгімелестік ұйықтауға жаттық. Түнде тағы да есік тоқылдады. Сіңлім ұйықтап қалған, әжем екеуміз дереу тұрдық. Есікке қарай барып едік, келген анам екен. Анам әжемді көрген бетте құшақтап, еңкілдей жылай бастады. Біраздан соң анам есін жинап, әжем екеуі отырып сөйлесті. Біраз сөйлесті. Алдында болған жағдайларды әжеме айтып берді. Содан соң, соңында тағы да бір жаңалық айтты. Анам алқаш әкемнен тағы да көтеріп қойыпты. Соны білген соң не істерін білмей қаңғырып кетіпті. Анамның жылап тұрып айтқан сөзі: анашым, білесің бе, мен бұл баланы түсіп қалсын деп неше түрлі нәрсе жасадым. Неге түсіп қалмайды? Әжем анамды тыныштандырып, бұл саған берген тағы бір мүмкіндік. Алланың бергенінен бас тартуға болмайды. Әр бала өз несібесімен не де болса бұны босанасың. Мен сендердің жандарыңда боламын деді. Әжем айтқандай үнемі жанымыздан табылып, анам босанғанда да жанында болды. Біздің енді кішкентай ініміз бар. Әжемнің зейнетақысымен жалғыз басты ана ретінде жөргек пұлымен ай сайын қалатын ақшасына туралап, еңсеміз көтеріліп қалғандай болды. Тфай-тфай, ініміз ауырмай, сырқамай өсіп келеді. Сіңлім екеумізді мектепке қалмай барып, барынша сабаққа да ден қоюға тырыстық. Көп ұзамай хабар келді. Әкеміз бұрынғы еліне қайта қосылыпты. Оны естіген анамның сәл көңіл күйі түскендей болды. Бірақ бізге білдірген жоқ. Олай болса алимент өндірудің де уақыты келді, деді анам. Інімізді әжеме тастап, сол кезден бастап бәріміздің болашағымыз үшін анам сотқа жүгіріп, әкемнің артынан іс қозғауды өтінді. 4 айдай уақыт өтті. Қандай жағдай болмасын, анам соттан жеңіп шықты. Сот анамды ақтап шықты. Бірақ әкем балалар менікі емес деп қайта шу шығарды. Сот ДНК сараптамасын жасауды ұсынды. Бұл орайда анам өзіне сенімді, ал әкем сасқалақтап қалды. Анама қарсы тұруға қанша ақшасы болса да күші жетпеді. Анам тым сенімді еді, себебі оны қолдап тұрған анасы мен балалар бар. Сот тым ұзаққа созылды. 8 ай уақыт өтті.
әкем ЗАГСтың жоқтығын сылтауратты. Анамның ішіп кеткен сылтауратты. Алайда оған сынар адам жоқ. Қайта анам одан бетер жоғарылатып ашуы үдей түсті. Солай әкем баяғы сөзіне мақұлдана беретін сүйіктісі жоқ екен түсінді. ДНК сараптамасы біздің бәріміздің әкемнің балалы қанынан екенімізді ақтап шықты. Біз оған қуандық. Содан сотқа қарсы тұруға әкемнің қауқары жетпей, ақыры ай сайын алимент төлеу мойнына жазылды. Әрине басынан осылай болу керек еді. Сіңлім екеумізде 9 сыныптан соң колледж оқуды жөн көрдік. Анам мен әжем де сөзімізді мақұлдап, алиментті сол үшін жинадық. Уақыты келгенде алдымен мен грантқа ақшамен түсіп, стипендия алып жүрдім. Бір жылдан соң сіңлімді қасыма келіп, оны да түсірдім. Үлгеріміз 4 пен 5. Барынша стипендиядан құламауға тырыстық. Жатақханаға орналасып, солай өз бетімізше күн көре бастадық. Алайда арада біраз күндер өткен соң, соңғы жағдай көңілімізді түсірді. Анам өзінен 10 жас кіші жігітпен көңіл қосыпты. Тіпті одан бала да көтерген. Бізді анам үйге шақырып, онымен таныстырды. Басында қобалжыдым. Алайда кейіннен оның сөйлеп қалжыңдасып жатқанын көріп, оған қарай тартыла бастадық. Ол жігіт анамды таңдаған соң өз туыстарымен түбегейлі бас тартыпты. Ешқандай туыстарымен араласпайды. Біз туралы көп білмейтін адамдарға оған нағашы ағамыз деп таныстыруға тура келді. Өйткені өмірден көп қиындық көріп жүрген адамның оның жағында әпкесіндей болып тұр. Ал ол жігіт өте жас. Олар тіпті некелерінде қидырып ЗАГС алған. Ал біз ол туралы енді естіп тұрмыз. Көп ұзамай анам екінші ұлын дүниеге алып келді. Тұратын жері жоқ болған соң, анам мен ол жігіт, әжем барлығы бір үйде тұрып жатыр. Сіңлім екеуміз өз теңіміз тауып тұрмысқа шықтық. Мен алдымен кеттім. Сіңлім 1,5 жылдан соң біраз жұмыс істеп барып тұрмыс құрды. Екеуміздің де келісіммен алып қашты. Себебі ұзатуға үйде жағдай жоқ. Мен алыс жаққа кеттім. Ал сіңлім ауылға жақын маңда тұрды. Мен 2 ұлым, ал сіңлімнің 1 қыз, 1 ұлы бар. Анама тек қана бақыт тілеймін. Енді жыламаса, біз де бақыттымыз. Ал әжем біздің қуанышымызға жасай берсе деймін. Ол да аз қиналмады. Біз үшін алып ұшып уайымдап жүрді. Өмір бізді қатты сынады. Шүкір, қазір бақыттымын. Күйеуім өте керемет адам. Барлық жағдайымды жасап отыр. Кейде анама да көмектесіп тұрамыз. Оған тек бір өтінішпен тұрмысқа шықтым. Маған өткенімді еске салмаса болды. Осымен видеоның соңына да келдік. Видео сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.